Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз күй аңызы әңгімесі. Тахауи Ахтанов. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын мына суретке назар аударайық. Суретте домбыра бейнеленген. Домбыраға қатысты қандай мақал бар еді? Дұрыс айтасыздар. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Осы домбыраға қатысты қазақта аңыз әңгімелер де көп. Қазақ күй десе жаны тыныш отыра алмайтын халық. Мысалы, күйдің адамға қандай әсері бар? Мысалы, қандай күй тыңдаған кезде қандай әсерде боласыздар? Мысалы, адай күйін тыңдаған кезде сондай күшіңіз тасып, энергияңыз тасып, сондай бір жігерленіп, күш-қуатыңыз артып тұрады, Ал Дәулеткерейдің шертпе күйлерін тыңдаған кезде жаныңыз тынышталып, жаныңыз жайлауда болғандай, сондай жайлы күй кешесіздер. Яғни күй өнерінің адамға беретін әсері соншалықты үлкен екен. Тіпті осы домбыраның шығу тегіне қатысты да Ақсақ құлан жошыған аңызын барлығымыз білеміз. Күйдің тіпті адамның сезімдері тұрмақ түгілі, бүтіндей бір елдің оқиғасын, болып жатқан оқиғаларды, іс-әрекетті халқымыз ертеде күй арқылы жеткізген екен. Енді осыншалықты адамның жанын тербейтін, жанына күш-қуат беретін, жауынгерлерді жігерлендіретін осынша күйдің құдіреттілігінің тағы да бір мысалы бар. Сіздер естіп пе едіңіздер? Тіпті күйдің құдіреті соншалықты жан-жануарларға да әсер етеді екен. Бүгінгі өткелі тұрған тақырыбымыз дәл осындай бір мысалға, бір болған оқиғаға қатысты. Біздің бүгінгі өткелі тұрған әңгімеміз күй аңыз деп аталады. Кітаптарыңыздың 193 бетіндегі суретке назар аударсаңыз, екі салт атты кісі бейнеленеді. Яғни бұл кісілер жолаушылар. Бірі жас жігіт болса, жанындағы егделеу тартқан үлкен кісі. Бұл екі кісілерді байыптап қарайтын болсақ, әрине бұлар өнер адамдары, күйші екенін байқауымызға болады. Бірі жас жігіт, осы күйшінің шәкірті жас күйші Оразымбет болса, егделеу тартқан кісі естемес күйші, яғни ұстаз күйші. Осы екі күйші сапар шегіп келе жатып, жолда бір жалғыз жүрген нарды кездестіреді. Алғашында бұл кісілер жапанда жалғыз жүрген нарды көріп, тітіркеніп, үрпиіп қалады. Өйткені бұл нар түйеге назар салып қараса, нардың түрі жүдеу, бүйірі солып, өркеші қисайып, сондай мүсәпір күйде тұрған түйеге қарап бұл кісілер жан ашып кетеді. Bir жағынан қорқыныш сезімі де пайда болады. Сонымен қатар түйенің көзі сондай мөлдіреп, екі көзі жасқа толып тұрған түйені көргенде, бұл күйшілердің жүрегі езілердей болады. Сөйтіп жас күйші бұл нардың түріне қарап, үрпиіп, қасындағы ұстазына айтады: "Есеке, дұға оқып жіберіңізші, елсіз далада мал кейпінде жын-шайтан жүреді деуші еді" деп айта берген кезде, нар түйе боздап қоя береді. Сол кезде ол шошып кетіп, "Астапыралла" дейді. Сөйтіп, бұл түйе зарлап, боздап қоя береді. Бұның түйенің зарлаған соншалықты, зарлап, боздаған соншалықты, төбе құйқаңды шымырлатарлықтай сондай бір аянышты дыбыс шығады. Сол кезде егде тартқан, 50-ден асқан естемес күйші, бұл ботасы өлген, бозінген ғой дейді. Яғни осы түйенің боздағанына қарап, оның ботасы өлгенін болжап, соны біледі. Сөйтіп бұл екі күйші осы нардың артынан ере отырып, қазір алдымыздан ауыл шығатын шығар, сол жерге барып түнейтін шығармыз деп, солай қарай беттейді. Енді осы шығарма ары қарай қалай аяқталады? Бұл түйе соншалықты жүдеп, жағы суалып, өркеші қисайып, мұңайып, өзінің ботасының өлгеніне қайғырған түйеге осы екі күйші әсер ете алар ма екен? Қалай әсер етеді? Ары қарай оқиға қалай өрбиді екен? Мына суретте көрсетілген, сіздердің кітаптарыңызда бар ғой, мынадай сурет көрсетілген, оқиға ары қарай қалай дамитынын осы шығарманы оқып танысыңыздар.
және де сіздерге қазір видеоның астына сілтеме тастаймын. Немесе өздеріңіз өз беттеріңізден кітап кезер күй аңызы деп жазсаңыздар, осы шығарманың аудио нұсқасы шығады. Аудио нұсқасын тыңдауға да болады және кітаптан оқуға да болады. Шығарманың тілі өте жеңіл әрі қызықты, барлық оқиғаларды жақсы түсіндірген, сондай адамға бір демде оқып шығатындай өте жеңіл әңгіме. Қасында күрделі сөздердің түсініктемесі жазылған, яғни сөздіктер берілген, сондықтан сіздерге оңайға түседі. Сіздерге тапсырма, бірінші тапсырма білу деңгейінің екінші тапсырмасы, екінші сұрағына жазбаша жауап беріңіз. Күй аңызы әңгімесіндегі ботасы өлген аруана естемес күйшіге қалай әсер етті? Осы сұраққа қысқаша жазбаша жауап жазасыздар дәптерлеріңізге. Және екінші тапсырма, екінші түсіну деңгейінің бірінші сұрағы. Әңгіменің күй аңызы деп аталу себебі неде? Яғни бұл шығарма неге күй аңыз деп аталып тұр? Осыны жазбаша түрде дәптерлеріңізге жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сілтемені қазір осы видеоның астына белгілеймін. Сол арқылы осы шығарманы толық оқып танысыңыздар.